Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Қадірменді ағайын, тәжвид сабағымызды одан әрі жалғастырамыз. Қадірменді ағайын, сіздермен біз мәт түрлерін өтіп жатырмыз. Созылу себебі хамза болған мәт түрлерін өттік, муттасыл, мунфассылды, бұны жақсы білесіздер. Одан кейін созылу себебі сукун болған жағдайдағы мәт түрлеріне тоқталған болатынбыз. Соның біз алдыңғы сабағымызда біріншісіне тоқтадық, мәт лазымға тоқтадық. Мәт лазым дегеніміз жалпы бұл мына мәт әрпінен кейін келетін ашық сукунға байланысты ереже болатын. Яғни бұл жердегі мына лазым сукун деп аталады. Ашық келген сукун, және бұл жойылмайтын сукун. Бұл жерде тоқтасақ та, бұл сөзге тоқтамасақ та, оқып өтсек та, оқып өтпесек та жойылмайтын сукун лазым сукун деп айтылады. Енді бұл жерде тағы бір айта кететін, толықтыра кететін нәрсе, мен өткен сабақта мына мәселені айтпаппын. Мәт лазымды жалпы 6 харакат мөлшерінде созып оқу уәжіп. Яғни мәселен алиф лам мим деп созып оқисыздар. Мына жерде мысалға мына сукунға түскенше дейін 6 харакат мөлшеріне созасыздар. Жалпы өткенде де көрсетіп айттым ғой, егер іштей санай алмасаңыздар, қолдарыңызбен мысалға мысалға яғни жетіншісі әне болып кету керек. Мына жерде де уаладдаллин, немесе бұлай екі қолмен көрсетейін. Уаладдаллин. Көрдіңіздер, енді 6-ға созып барып, жетіншісінде келесі әріпке өтесіздер. Енді 6-ға созу уәжіп. Енді жалпы мына жерде уаладдаллинді 4-ке созсаңыздар да болады. Мына жерде уәжіп деп жазылған, жалпы мына жерде 6 харакат мөлшерінде созу оқу уәжіп. Негізі жалпы 4-ке де созуға болады. Әне деп 4-ке созсаңыздар да болады. 6-ға созсаңыздар да болады. Енді жалпылама енді 6-ға созамыз. Уаладдаллинді, мысалы ғайрил мағдуби уаладдаллинді жалпы мен өзім 6-ға созамын. Енді одан кейін бүгінгі сіздермен өтетін мәттің түрі мәтті арт және мәтті лин. Мәтті арт дегеніміз біз алдында естеріңізде болса арт сукунды тоқталған болатынбыз. Мәтті лазымды өтер алдында, мінекей лазым сукун дегеніміз оқып өткен кезде де тоқтаған жағдайда да жойылмайтын сукун дедік қой. Енді арт сукун дегеніміз бар. Бұл дегеніміз жалғастырып өткен кезде болмайтын, тек тоқтаған кезде ғана пайда болатын сукун. Енді оны қазір мен сіздерге түсіндіремін. Мысалға мына сөздер. Мысалы настаина деген сөз. Егер біз осы настаина сөзін келесі бір сөзбен жалғастыратын болсақ, мына жерде харакатты фатха өзі оқылып кете береді. Яғни сукун пайда болмайды. Яғни естеріңізде ме, біз сіздермен тамарбутан оқыған кезде тамарбута деген әріпті келесі бір сөзбен жалғастырған кезде тә болып оқылаттағы, тоқтаған кезде хә болып тоқталады деп өткен болатынбыз. Бұл да тура сол секілді. Мысалы юнфиқуна деп тұр. Егер біз тоқтайтын болсақ, дем жетпей қалып, немесе тоқтайтын белгі тұрсақ Құранда, мысалы юнфиқуна емес, енді юнфиқун деп сукун қылып тоқтаймыз. Және бұны 2, 4, 6 алиф мөлшерінде созуға болады. Яғни 2-ге, 4-ге, 6-ға соза аламыз. Мына жерде айтылған жоғарыдағы мысалдағы сөздердің соңғы harпінің харакаты, мінекей мына харакаттары бар ғой. Соңғы harпінің харакаты осы сөздерде тоқталған жағдайда оқылмайды. Тоқталған жағдайда бұлар автомат түрде сукунға айналып кетеді. Мысалы настаина деп келесі бір сөзбен жалғастырсақ, фатхасы оқыла береді. Настаин деп осы жерден тоқтайтын болсақ, сукун болып тоқталады. Мынаның бәрі солай. Мысалы ар-рахима келесі бір сөзбен жалғасақ, ар-рахима болып келесі сөзге түсіп кете береміз. Ал осы жерден тоқтасақ, ар-рахим деп тоқтаймыз. Ас-сабируна, ас-сабируна деп келесі сөзбен жалғайтын болсақ, нәсі оқылады. Харакатны, яғни мына жерде фатхасы оқылып кете береді. Ал тоқтайтын болсақ, ас-сабирун деп тоқтаймыз. Және тағы да қайталап өтемін, 2, 4, 6 алиф мөлшерінде созып оқуға болады. Енді
мына жерде айтыла кететін мәселе, мысалға бұны екі, мына жердегі алиф әріптерін мына жерде 2, 4, 6-ға созу деген, мына жерде алиф емес, мәт әріптерін, вау, мына жерде да вау, мына жерде я, және алифпен келетін де кездері болады. Соларды 2, 4, 6-ға созсақ болады. Мысалға, егер сукун болып тоқтаған жағдайда, тағы қайталап отырмын, егер сукун қылып тоқтаған жағдайда 2, 4, 6-ға созуға болады. Ал тоқтамаған жағдайда онда тек 2-ге ғана созылып кетеміз. Мысалы, настаина деп келесімен жалғап кетеміз. Ал тоқтаған жағдайда сукун қылып, келесі сөзбен жалғамай тоқтаған жағдайда 2-ге, 4-ге, 6-ға созсақ болады. Деміміздің жетуіне байланысты. Мысалға, настаин деп 2-ге тоқтасақ болады. Тағы да қайталайын, 2-ге тоқтап оқиын. Мысалы, настаин тоқтадым, көрдіңіздер ғой? Енді 4-ге тоқтаймыз. Настаин. Енді 6-ға тоқтаймыз. Настаин. Көрдіңіздер ғой? Яғни осылай. Яғни ол жердегі созылып тұрған мәт әріптерін 2-ге барып, 2-ге созып тоқтасаңыздар болады, 4-ге созып тоқтасаңыздар болады, 6-ға созып тоқтасаңыздар болады. Мысалға, юнфиқун 2-ге создым, көрдіңіздер ғой? Енді 4-ге созамыз. Юнфиқун. Енді 6-ға созамыз. Юнфиқун. Енді рахим сөзін 2-ге тоқтаймыз. Ар-рахим. 4-ге созамыз. Ар-рахим. 6-ға созамыз. Ар-рахим. Енді сабирун сөзі. Ас-сабирун. 2-ге тоқтадық. Енді 4-ге тоқтаймыз. Ас-сабирун. Енді 6-ға тоқтаймыз. Ас-сабирун. Көрдіңіздер ғой? Яғни 2-ге, 4-ге, 6-ға тоқтаймыз. Соған созып солай оқуға болады деген нәрсе осы. Енді мәдділинге келейік. Мәдділин дегеніміз, мына лин әрпі жалпы. Лин әрпі бұл мәт әріптері ғой жалпы. Енді бұл жерде лин әрпіне айналып тұр бұлар. Яғни лин деген лақабат алып тұр. Неге? Өйткені алдыңғы әрпі фатхалы болған, мінекей, ха, әл-бә, мінекей, бә тұр, және ас-са, са әрпі, сат әрпі фатхалы болып кеп тұр ғой, мына жерде шәдді және фатхалы болып кеп тұр. Мына жерде фатхалы болып кеп тұр. Осы алдыңғы әрпі фатхалы болған әріптен кейін, яғни фатхалы болған әріптен кейін вау және я әріптері келетін болса, бұларды да 2, 4, 6 мөлшеріне созып оқимыз. Және бұлар осы әріптер лин деген лақабатын алады. Мінекей, мына жерде де айтылған. Егер бір сөзде лин әрпінен кейін созу мәт себептерінен сукун келсе, лин әріптерінен кейін, әріпінен кейін, мысалы, лин әрпінен кейін созу себебінен болған сукун келсе, сукун қашан кеп тұр? Мына жерде тоқтаған кезде сукун болып тұр, міне көрдіңіз ғой? Яғни арт сукун бұл жерде тоқтаған кезде пайда болатын сукун, оқып өткен кезде пайда болмайтын сукун. Тура мына жердегі ереже. Бірақ сізге мына алдындағы ережені өтіп жатырмыз. Қазір мәдділин дегеніміз осы. Енді осы лин әрпі дегеніміз, мына лин әріптерін түсіндіріп жатыр, міне лақабатын алды ғой мына мәт әріптері. Харакаты фатхалы болған әріптен кейін келген, харакаты фатхалы болған әріптен кейін келген сукунды вау және сукунды я әріптері. Енді мәдділин әріпіне мысалға Құрайш сүресінде қарап алсаңыз болады, сол жерде көп мәдділин кездеседі. Мысалға әл-бәйт. Бұны 2-ге, 4-ге, 6-ға созуға болады, мәт әріптерін. Әл-бәйт деп 2-ге созасыз, немесе әл-бәйт деп 4-ге созасыз. Енді 6-ға созуға болады. Әл-бәйт. Көрдіңіздер ғой? Мысалы, хауф сөзі. Алдыңғы әрпі фатхалы кеп тұр, одан кейін сукунды вау кеп тұр, яғни лин әрпі кеп тұр. Одан кейін сіз тоқтаған кезде мыналардың бәрі сукунға айналып тұр, көрдіңіз ғой? Мысалға, қазір мына мысалды оқып өтейік. Хауф. 6-ға создық, яғни 2-ге созамыз. Хауф. Енді 4-ге созамыз. Хауф. Көрдіңіз ғой? Өзіңіз таңдайсыз, деміңізге байланысты, мүмкіндігіңізге байланысты 2-ге, 4-ге, 6-ға созсаңыз болады. Енді мына мысалдарды түсінікті болу үшін оқып өтейік. Мына мысалдарға қарасаңыз, қадірменді ағайын, мінекей, алдыңғы әрпі фатхалы кеп тұр, одан кейін лин әрпіне лақабатын алған мәт кеп тұр да, мәт әрпі вау болған, лин әрпінің лақабатын алып тұр, сукунды болып кеп тұр. Енді мына жерде тәмінен тұр. Егер бұны сукун қылмасақ, біз бұлай оқимыз. Мин хауфин деп келесімен жалғастырып кетсек, мин хауфин деп
оқып кетеміз. Ал енді мынаны мәдді арт қылып сукунды қылып тоқтайтын болсақ, онда мәдді лин қылып оқимыз. Мин хауф, немесе 2-ге, мин хауф, немесе 4-ге, мин хауф. Көрдіңіздер ғой, осылай оқимыз. Мына жерде де мысалға соңғы та әрпі кәсірәлі болып тұр, яғни харакатты болып тұр. Енді біз мына жерде келесі сөзбен жалғайтын болсақ, хазал бейти деп келесі сөзге өтіп кетеміз. Ал егер тоқтайтын болсақ, онда мына жерде мәдді лин қылып оқимыз мына я әрпін. Мысалы, хазал бейт, сукун қылып тоқтадық, көрдіңіз ғой. Хазал бейт. Бұл жерде де 2-ге, 4-ге, 6-ға соза аласыздар. Мына жерде де тура солай, уассайфи деп жалғап оқып кетсек, уассайфи деп оқып кете береміз ары қарай. Ешқандай созбаймыз. Ал егер мына фә әрпін немесе осы сөзде мына жерде бір тоқтау белгісі келетін болса, Құранда демі жетпей қалған кезде тоқтайтын болсақ, уассайф деп тоқтаймыз. Мысалы 2-ге созайық, уассайф, енді 4-ге созайық, уассайф, енді 6-ға созамыз, уассайф. Яғни қайсы созу мөлшері сізге ыңғайлы, сол созу мөлшерін сіз оқи аласыз. Жалпы енді сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Қадірмен ағайын, мінекей мәд әріптері осымен бітті сіздермен. Келесі сабақта Құдай қаласа изхар, идғам, иқлаб, осы ережелерге тоқталатын боламыз сіздермен. Жалпы мәт әріптері түсінікті болды деп ойлаймын. Мәт әріптері енді кішкене әрине қиындау келеді алғаш үйренушілерге, бірақ бірнеше рет қайталап, бірнеше рет қарағаннан кейін және Алла нәсіп етсе алдағы уақыттарда практикаға түскен кезде бұлар өзі бірден пысықталып кететін ережелер. Басында қиын болып көрінгенмен. Енді Алла тағала ілімдеріңізге береке берсін. Міндетті түрде осы мәт әріптерін басынан аяқ толық қайталаңыздар. Алла тағала ілімдеріңізді арттырсын. Иншалла аманшылықта жүздесейік. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.